Баршаңызға қайырлы күн болсын достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте дәмді шығатын пиццериядағыдай пиццаның дәмімен бірдей шығатын пицца рецептімен бөлісемін. Ол үшін бір стаканға жетер-жетпес жылы судың үстінен қант, тұз және ашытқымыздың барлығын салып, жақсылап араластырып алып, үстінен ұн салып, өте жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Алдымен өзімізге ыңғайлы болу үшін осылай лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, одан кейін қолменен илейміз. Ұнды өте аз саламыз, өте жұмсақ болу керек. Барлық ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Ұнымыздың барлығын осылай біріктіріп алғаннан кейін үстінен зәйтүн майын салып, 2 ас қасықтай осылай барлығын илеп аламыз. Егер зәйтүн майы болмаса, күнбағыс майын қолдансаңыздар да болады. Қамырымыз осылай 2 есе әдемі болып көтерілді. Енді қолымызға кішкене май жағып, осылай қайтадан кішкене илеп қоятын боламыз. Сол кезде қамырымыз өте пышный болып, әдемі болып шығады. Бір 10-15 минуттай ғана қойсақ болады. Қамырымыздың астына кішкене май жағып, бетін жауып алып қоятын боламыз. Енді қамырымыз дайын болды. Ыдысымызға ұнтақ жармасын манная крупаны алып, табанын қоятын астына қамырымыздың астына бір малып, өзімізге ыңғайлы болу үшін пергамент қағаздың үстіне осылай жайып шығамыз. Қамырдың үстін қатты баспай, қолымызбен осылай созу арқылы ғана жаятын боламыз. Мен үстіне соус, корнишон және эмер сырын қолдандым. Соустың рецепті каналымда бар. Осы именно пиццаға өте әдемі ерекше шығады. Кетчуп пен майонез қолданғанға қарағанда міндетті түрде қарап шығыңыздар. Төменге описаниеге қалдырып кететін боламын ссылкасын. Соусымыз толықтай жағып, алдын ала жоғары градуста қызып тұрған пешімізге 4-5 минутқа салып шығарамыз да үстінен көпшін және эмер сырын жағамыз. Мен эмердің моцарелласын қолдандым. Толықтай барлығын жағып 2-3 минутқа қайтадан пісіріп аламыз. Біздің пиццамыз дайын, өте ерекше жұмсақ әдемі болып шықты. Дәл осы рецептімен жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Үстіндегі салмасын әрине өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі өзіңізге ұнаған нәрселер сала берсеңіз болады. Өте дәмді, ерекше шығатын болады. Міндетті түрде жасап комментарийге бөлісе кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.